неверный деген сияқты. Енді Мұхаммед Али кеп тіреліп қалады да, ол нәрсеші гүл ухаживание 300 мың. Мен шыны керек олай қатып қалған қағидам жоқ, осында тапсын деген, әйтеуір берекесі болып, барлығын жетіп отырса болды маған. Семейде тұрасыздар ма или Алматыда ма? Алматы қаласында. Бөлек тұрасыздар ма? Бірге тұрамыз, анамызбен, қарындасым. Жерді негізі мүмкін бөлек тұрғанда дұрыс шығар деген. Өйткені бір адам енді жыл сайын кішкене өзгереді, баласақан бір ой өзгереді. Жоқ, бір себеп үлкен қыздар болып қалды ма деп. Жоқ, мүмкін сондай да дұрыс шығар, шынымен де жаңағы берекесі қатайып, азамат ата-анасымен тұратын болса, кішкене бір комфорт өмірге қаттырақ үйреніп ала ма деп те ойлаймын. Мен болашақта осы нәрсе, осыны түсірем, сен оған еш нәрсе деме деген сияқты. Мен қараймын, жалпы енді осы отырған барлығымыз әйтеуір қатысушы жігіттермен дос болып араласқаннан кейін халық қосып жатады, мынаумен түсіргеннен кейін деген сияқты ғой. Бірақ ол мені таңдап сыйлап келіп тұрған адамға кішкене дискомфорт сыйламай, ол Аруна осыны түсірмей қоя тұршы, маған осы адаммен кішкене доғаруға тырысам. Жоқ, просто Аруна барлы андай әр нәрсеге бүйтіп шыдамдай бермейтін жігіттерге келіп тұрсың да, қыз активный бәрімен амандасып бүйтіп жүретін болса, сен үшін. Мен ер барынша сыйлауға, оны ер азаматым ретінде жоғары қоюға мен қандай мағынада айттыңыз, негізі тұштаңдап кейбіреуі ана пысықтық жағынан айтады да. Мен сол пысық жағынан айтып жатырмын да. Мысалы кейбір жігіттерге андай ұнамайды. Ұнамайды ма? Болсам, осы сөзге сұрақ қоятын болсам, өзіме қатты алып кетсем, оған қалай қарайсың? Мен түсіндім. Активный болсам деп атқан сияқты, иә? Сөйтіп түсіндім мен. Деген сияқты, қашан демаламын деп ойлап қалған просто. Доғару керек деп ойлаймын, баласы. Жанмен құшақтасып, немесе бір маңдайымнан сүйгізіп, ондай нәрселерге мен түсірген қашанда барып, осы құшақтасу керек деген мәселелерде мен всегда отказ беремін. Асыра сілтеп, бір сен құшақтатасың дегенге келтіріп тұрсың. Менен айтыр жоқ деп айтқанмасын іштеп, бәріне көніп отыр. Бір жігітше, ертең бір қол ұстасқан жоқпын дейсің да, енді жайлап келемін. Ғой енді, бұл оның жұмысы да, тұрақтыша, сол нәрсеге. Сол үшін қабылдау керек деп ойлаймын. Қарап бірді. Онда контент түсіріп, блогер болсаңдар, сыртқа шығып блогер болсаңдар, бұл жерге үміт. Арманы биші болу, кейін мықты жерге шығу да, мысалы. Контент биге өтіп кеткендерін не қылдыңдар? Бір нәрсені жабылмай атсақ, биге күшкенде Нұрдәулет пен Арунадан видео күтіңіздер деп айтқым келеді, баласақан. Бір видео түсірейін деп тұр ғой бұл кісілер. Баласақан ойлаймын да. Одан кейін жаңа Аруна бір сөзінде айтып қалды. Бізді сондай жігіттер ұнайтын сияқты Арунаға. Сондай байсалды жігіттер ұнайтын сияқты. Қашан Ғалымжанмен түскен видеоларында біз көрдік. Енді мен саған айтып жатырмын, сен қалағандай статистика бере алмай жатыр ма деп статистика керек емес. Сен өзің саған мен сөзім вообще екеуі елеп те тұрған жоқ. Назым саған сен қалағандай статистика бере алмай жатыр ма деп жатырмын мен. Сен де пранкты статистика үшін істедің мысалы Назыммен. Қандай пранкты? Пранкты мен осы жақта енді баласақаным сәл сол сияқты да, ол сферадан ауыстыру үшін ғана істедім болды. Ол жерде видео бізге ұнады, маған да билеген ұнайды. Статистика деген нәрсе емес бұл жерде. Былай айтсақшы, мүмкін шындықтан шығармыз. Айтып жатыр ғой енді Арунаны, бірақ ондай неге қатты ұқсай қоймайды. Қандай неге ұқсамайды? Жаңа айтып жатыр ғой, видео түсіреді, неге контент не істейді Инстаграмда әркіммен. Ондайында былай шын өмірде ондай ұқсамайды. Иә, жаман қылып айтып жатыр, бірақ шындығында жақсы қыз сияқты ғой деп жатсыз ғой. Солай деп жатқан сияқтысыз. Аян. Жаңа контенттің темасы айтайын деген ғой, негізі контент деп барлығы тамақтанасың, сөйлесесің, жаңа контентте бір-біріңе қатты жақындаспасаң да өзің айтқандай, бірақ бір сценалар орындайсыңдар, дұрыс қой. Сол кездерде сол күнде каждый раз барып түсіріп жатқан жігітке қарай жаңағыдай бір іште бір сезімдерің ашылып, немесе бір кішкене бауыр басу басталып деген сияқты нәрселер ашылып кетеді деп ойламайсың ба сен? Жоқ, онда қияли емеспін негізі. Мен реалистично қарауға тырысамын бүткіл ситуацияға деген сияқты ғой. Ашылса сол балдарды Шерхан, Садәулет дегендер бұрыннан көріп жүр ғой. Давно ашылып кететін еді ол нәрсе. Сондықтан білмеймін, ондай ашатындай болған жоқ. Мен ойлаймын да, ол сенде ашылғанның өзінде сен қызсың ғой, бәрібір айтпайсың ғой. Саған ұнап жатқанын, жаңағыдай олардың іс-әрекеттері жақсы болып жатқанын сен бәрібір айтпайтын сияқтысың. Ол жақтан күтетін сияқтысың да. Сол үшін мен ойлаймын, контент түсіріп жатқан кезде жаңағыдай өзің сондай нәрсені жиі қайталай берген дұрыс емес деп. Ол нәрсе бәрібір ашылады, адамдар бір-бірінің қасында көп жүрген кезде жақсы нәрселер болып кетеді деп ойлаймын. Сондықтан да сақ болу керек контент дегеннен иә. Сезім ашылып кетуі мүмкін дейді. Біліп жүрейік қыздар жігіттер. Енді былай жасайық, бәлкім сырласуға барып, сөйлесіп қайтсаңыздар қалай болады? Шай ішіп дегендей. Енді келгеніне рахмет десең. Барамыз, конечно. Жақсы, бара қойыңыздар. Таныстық бастала ма, жоқ па? Енді көреміз. Жаңа қайта-қайта қыздар жігіттер сөз сұрап жатыр екен, бірақ бұл кісілерді сырласуға жіберейік, көп ұстамайық деп жатырмын. Дия, саяулым. Енді неге көп созбайық деп